Сәлеметсіздер ме? Біз қазір қызыл ірімшік ірітеміз. Ең бірінші не істейміз? Кішкене түбіміз сүйкімай жағамыз, сүтіміздің түбі күйіп кетпес үшін жабысып. Мынандай сүйкімай жағамызда кішкене ғана сүтті құямыз маған. Sütті құямыз мені. Сүтті сүзіп құямыз. Себебі енді сауып жатқан кезеңде қылшық болуы мүмкін, таза болу мақсатында осылай сүзіп. Осылай отты жағып, мені әбден пісіп, мені көтеріліп келе жатыр. Көтерілді. Көтерілген кезде сары суды құямыз. Қатықтың, шикі қатықтың сары суы. Сонан өзі қазір ірейді. Шикі қатықтың сары суы болу керек. Егер уксус болса, ол да химикат болып кетеді. Яғни піскен қатықтың сары суы болса да болмайды. Бұл шикі қатықтың сары суы болу керек, сонда бұл өте жақсы болады. Міне осылай, міне мынау бұйырса қазір іріп келе жатыр. Ананың сары суы шыққанша ақ болса тағы құямыз. Егер аппақ болып тұрып алса, онда біз сары суды қайттан құямыз. Яғни сүттен іріп сары су шыққанша қарап тұрамыз, бақылап тұрамыз. Осы сәтте дұрыс әрекет жасаса, ол жақсы шығады, ірімшік жақсы болып шығады. Міне, іріп жатыр ақырын-ақырын. Дәу-дәу, кесек-кесек болып ретіндей әрекет жасау керек. Осы бір 2 минуттың ішінде жақсы ірімшік шығудың тәсілі. Яғни сол кезеңде біз үлгеруіміз керек, біз бәрін жасап. Сарғайды, Қазір мынандай болып әппақ сүт болмау керек, кішкене ана таза несі көрінеді сары суы жерген. Тұнық сары су шығу керек. Негізі шығып келе жатыр, Сол іргеннен кейін сары су тартылғанша, ақ ірімшік сарғайғанша, астындағы отын баяу етіп, ақырындап қайнатамыз. Мүмкін ол 2 сағат, мүмкін 5 сағат қайнауы мүмкін. Сары суы біткенше. Мен таза сары суы көрдім жатып көрді. Сүті ыдырады. Енді осылай үздіксіз қайната береміз. Енді жаңа қазанда ірімшік қызарып, сары суы азайғандықтан біз бір қазанға 2 кесе, шай кесе қант қосып, оны осылай ет табаққа түсіріп аламыз. Дайын.